Армысыздар. Кешегі күн 12 маусым қазақтың тәуелсіздік жылдарындағы ресми түрде жарияланған 12-ші қаралы күн болып тарихта қалды. Семей орманында бүгін жаңарған ақпарат бойынша 15 адам жанып кетті. Айтарға сөз жоқ. Бір ғана орман өрті Қазақстандағы атқарушы биліктің шашылып жатқанын көрсетіп бергендей. ақш, Канада, Түркия, Ресей сияқты алып елдерде де жыл сайын орман өртеніп тұрады. Өрт пен судың апаты Құдайдан десе де Семей орманының 60 мың гектарын, оған қоса 15 адамды өртеп қоятын жөніміз жоқ еді. Біріншіден, Семейдің орманы ауыр техника кіре алмайтын, ұшақ, тікұшақпен аралап біте алмайтын ақш, Канада немесе Ресейдікі сияқты алып орман емес. Салыстырмалы түрде шағын ғана орман. Жері тау-тасты емес, жап-жазық. Оның үстіне Құдайдан дейтіндей шілденің нағыз шіліңгір ыстығы әлі келгенде жоқ. Екіншіден, бізде президент, үкімет, әкімдік, салалық министрлікте, жауапты орындарда техника мен дайын кадрды ұстап тұратын, оларға қажетті қаржы да бар. Бұл миллиардтаған ақша. Бірақ бізде бәрі керісінше. Қадағалаушы президент жоқтай, үйлестіруші үкімет жоқтай, жергілікті жерде әкімдік жоқтай, салалық министрлік жоқтай, техника жоқтай, маман жоқтай, орман мен орманшыны өртке орап қарап отырмыз. Ал өртеніп кеткеннен кейінгі әрекетіміз сұмдық. Артық айтсам кешірерсіз, біз қаралы күнді атқаруды сұмдық меңгеріп алғандаймыз. Жалпы 2006-2019 жылдар аралығында, яғни Назарбаевтың президенттігі кезінде республикалық деңгейде ресми түрде 7 мәрте аза тұту күні жарияланыпты. Қарағанды облысында 2 шахтаның жарылуы, Қызылағаш су қоймасындағы бөгеттің бұзылуы, Арқан-Керген шекара бекетіндегі қанды қасап, Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің әскери ұшағының Шымкент маңында құлауы, Скат ұшағының Алматының қасында апатқа ұшырауы, Ақтөбедегі террористердің лаңынан соң республика деңгейінде аза тұту жарияланған еді. Ал 2019 жылдан бері Қасым-Жомарт Тоқаев президент болғалы жыл сайын Қазақстанның туы түсіріліп, ұлттық аза тұту күні өтіп жатыр. Мәселен, 2019 жылдың соңында БКР әуе компаниясының Фоккер 100 ұшағы құлады. 2020 жылы 13 шілдеде COVID-19 коронавирус инфекциясынан қайтыс болған құрбандар үшін жалпы ұлттық аза тұту күні жарияланды. 2021 жылы тамызда Жамбыл облысында әскери бөлімнің оқ-дәрілер сақталған қоймасы жарылды. 2022 жыл қаңтар қырғынымен тарихта қалды. Енді міне, қаралы күн тізіміне Семей орманындағы өртке оранған 15 орманшы қосылды. Осы азалы күндерге зер сала қарасақ, барлық қаралы күн табиғат апаты емес, адами фактордан болғанын көруге болады. Яғни биліктің біліксіздігі, үкіметтің жауапсыздығы, құзырлы орындардың немқұрайлығы, барлық салаға жемқорлықтың дендеп енуі 30 жылда тек көзбояушылықпен айланысқанның нәтижесі деуге болады. Тағы бір айта кетерлігі, әр апаттан кейінгі биліктің әрекеті жүйеленіп реттелгені. Әрине, билік өлгендерді кері қайтара алмайды, бірақ қалғанын қатырады. Көңіл айту, марқұмдардың туыстарына материалды қолдау көрсету, кредит кешіру, баласын оқыту, грант беру, әкім немесе министрді қызметінен алып тастау, елдің көзінше сөгіс жариялау, тергеу өткізу, орта буындағы бір топ қызметкерді жауапты жасау, сосын еріктілерді тағысын тағы марапаттау. Әр апаттан кейін осы әрекеттерді билік ерекше құлшыныспен атқаратынын көріп жүрміз. Әрине, биліктің бұл әрекеттерді орындауы заңдылық тікелей міндеті, алайда негізгі міндеті апаттың алдын алу. Осы тұрғыдан қарағанда Қасым-Жомарт Тоқаевтың өзі былтыр Қостанай даласындағы өрттен кейін берген тапсырмалары орындалмағанын мойындады. Яғни орман және дала өртін сөндіру үшін өртке қарсы техникалық құрал жабдық қорларын қалыптастыруға қатысты берген тапсырмасын ешкім құлағына қыстырмаған. Екіншіден, президент 2020 жылы өзі төтенше жағдайлар министрі етіп тағайындаған Юрий Ильинді қызметінен алып тастады. Былай айтқанда, өзі тағайындаған кадры үміті мен сенімін ақтамады.
Үшіншіден, осы жылдың басында ғана тағайындалған экология және табиғатты қорғау министрі Зульфия Сүлейменованың әкесі, бауыры, баласынан айырылған тұрғындардың алдында тұрып, көз жасына ерік бергенін әлеуметтік желіде біраз жұрт мақтап жатыр. Әрине, адамгершілік тұрғыдан алып қарағанда, қайғының ортасында тұрғанда көзіңе жас алмау мүмкін емес. Бірақ үкіметтегі ең жас шенеунік 33 жастағы Зульфия Сүлейменова ширақ қимылдағанда экология министрлігіне қарасты Семей орманын өрттен де қорғап қалар ма еді. Неге десеңіз, 19 мамырдағы үкімет сағатында Зульфия Сүлейменова болуы мүмкін өрттің алдын алуға сақадай сай екендерін мәлімдеген еді. Тіпті өрттің шығуын тез анықтайтын жүйеге 4 миллиард теңге бөлінгенін де айтып өткен. Әрине, Зульфия Сүлейменова жастығына қарамастан экологияға қатысты халықаралық нормалар мен әлемдік деңгейдегі жаңа бағыттарды жатқа білетін шығар. Алайда теория мен жергілікті жердегі нақты жағдай бір-біріне қабыса бермейді. Осы тұрғыдан алғанда, жергілікті жердегі қарапайым халықпен жұмыс істеп көрмеген, елмен араласып көрмеген, тәжірибесі жоқ кадрды білдей министрлікке басшы жасай салу шешімі бұрыс болғандай. Төртіншіден, Қасым-Жомарт Тоқаев Абай облысының әкімі Нұрлан Уранхаевқа өз міндетін тиісті деңгейде атқармаған үшін сөгіс жариялады. Как мне доложили, довольно поздно добрались до места происшествия, поэтому я недоволен работой местных исполнительных органов. Но я понимаю, область новая, вы новый аким. Только из этих соображений я объявляю вам просто выговор сегодня. А так, в принципе, за такие вещи нужно сходу увольнять. Президенттің осы сөзінен мен шарасыздықты байқадым. Неге дерсіз? Нұрлан Уранхаевтың әкім болып келгені кеше ғана емес, 1 жыл болды. 1 жыл, 365 күн. Бұл облыстағы ең осал, ең әлсіз, ең күрделі, ең проблемалы жерлерді анықтап алуға аз уақыт емес. Орманның шетіне өрт дегенде облыстың 1 жылдығын атап өтіп, жағасы жайлауда жүрген Уранхаевтың тірлігін қалай түсінуге болады? Шарпыған өртке 12 сағатта кешігіп жеткен әкім президент ұшып келе жатқандағы 2 сағатта өмірі жол көрмеген ауылға асфальт төсеуі не жорық? Это село никогда не делали асфальт, вообще никогда. Люди не знают, что это такое. Дорогу размывают, например, с полей идет вода. Выше поля уже трасса вот так упала. Нам говорят, средств нету делать вам дорогу. А вот сейчас вот показало, что вы приехали, все сремонтировали, даже вот такие лоскутки положили. Көрдіңіз бе? Орманшылар орман өртін сөндіруге техника мен адам күшін таппай жатқанда, әкім президентке жағу үшін көшеге асфальт төсетіп әуреге түсіп жүрген. Бұл не сонда? Тоқаевтың өзі шенеуніктер халыққа қарасын, халықпен бірге болсын, бірінші орында халықтың мүддесі дейді. Ал оның тағайындаған өз кадры президенттің көзіне түсуге ғана тырысады. Бұл жерде екеудің біреуі жаңа Қазақстанның табиғатына қайшы кеп тұр. Әрине, қазір билік өрттің өршуіне кім кінәлі, соның бәрін анықтаймыз деп жатыр. Менің ойымша, жауаптыны іздеу бергі жақтан іздеумен шектелмеуі тиіс. Мәселен, Абай облысы былтырға дейін Шығыс Қазақстан облысының құрамында болды. Ал бұл облысты 9 жылдан бері Даниял Ахметов үздіксіз басқарып келеді. Қазір Семей орманы мекемесіне қатысты былықтың бәрі шығып жатыр. Осы мекеменің бұрынғы басшыларының үстінен қылмыстық іс қозғалған, тағысы тағы. Өрт көзінде орманшылар рациясыз, қызметтік көліксіз, жалаң қолмен, қызыл жалынмен алысқан. Тіпті орманшылардың мекемесінде арнайы техника болмаған. Бары тоналып жоқ болған. Міне осындай мың проблеманы кезінде Даниял Ахметов шешпеген. Қайта жинап үйіп тастап кеткен. Жалпы ел аузында Семей орманында заңсыз ақша көп дейді. Рас, ақша кесуге тыйым күшті, содан да болса керек орманға өрт үйір. Бұрындары жиі өртеніп тұратын. Өрт шалғанда қарағайдың бәрі жанып кетпейді, діңі қалады. Арада 1-2 жыл өткенде жалын шарпыған діңді орманшылардың сөзімен айтқанда гарды кесіп алып тастау керек болады. Себебі ағаш кеміргештер қаптап, көрші жасыл орманға қауіп төндіреді. Міне, сыртын күйік шалған, іші бүтін гарды ұйымдасқан топ нарыққа сатып белшесінен табысқа кенеліп жүрді.
Бұл енді жергілікті жердегі мафияның тірлігі. Семей орманы мекемесінің былыққа батуына осындай заңсыз әрекеттерде әсер етуі мүмкін. Қалай десек те, менің ойымша, Семей орманы мекемесінің проблемасы Даниял Ахметовтен мұрагерлікке қалған проблема. Әлбетте, орман мекемесі қазір тиісті министрлікке қарайды. Бірақ жергілікті жердегі техника мен жабдық, кадр мен елдің өртке дайындығы сияқты негізгі жұмыстар әкімнің қолында, бақылауында болған шаруа. Сондай-ақ, экология министрінің ауылды көрмеген, асфальтта өскен жас қыз делік. Бір жылдан бері облысты басқарған әкім Нұрлан Уранхаевтың ісі әлі шала делік. Қызметіне кеткен төтенше жағдай министрі Юрий Ильиннің шапшаңдығы шабан делік. Бірақ іскерлігі мен тәжірибесі өте зор. Оған жететін кризис менеджер жоқ деп мақтайтын Даниял Ахметовтың Семей орманы өртеніп жатқанда беймарал отырғаны маған түсініксіз. Басқа Семей орманының күрделі жағдайын Даниял Ахметовтен артық кім біледі? Сосын, Семей орманы шекарасы Шығыс Қазақстан облысына тиіп тұр емес пе? Оның үстіне Абай облысының арнайы техникасы тозып тұрғанын Даниял Ахметов айтпаса да біледі. Өз облысында ақша да көп, техника да жеткілікті. Олай болса, кеше өзі басқарған облысқа бүгіндегі көршісіне бірінші болып неге жетпеді екен? Қалай десек те, Семей ормандағы кешегі өрттен сабақ алу үшін күні кеше тағайындалған, содан бергі қызметтерін дұрыс атқармағандармен бірге осы облысты ұзақ уақыт басқара жүріп, бар проблеманы шешпей кеткендердің есімін де ашық айтуымыз керек. Онсыз Қазақстан қаралы күннен көз ашпайды. Амандықта жолығайық.